Сәлеметсіңдер ме балалар, математика пәні 2-ші сынып 114-ші сабақ есептер шығару тақырыбы. Бүгінгі сабақта сендер барлық арифметикалық амалдарға берілген есептерді шығаруды, оларға кері есептер құрастыруды және шығаруды жалғастыратын боласыңдар. Олай болса, бірінші тапсырмаға қараймыз. Есепті шығар. Көктемгі демалыста Әсем 3 сөзжұмбақ шешті және одан 3 есе артық есеп шығарды. Әсем есепке қарағанда неше сөзжұмбақты кем шешті? Балалар, бірінші шартын құрып жазып аламыз. Сөзжұмбақ үшеу, есеп сөзжұмбақтан 3 есе артық. Есептен сөзжұмбақтың қанша кем екенін табуымыз керек. Шешуі, бірінші біз қанша есеп шығарғанын тауып алуымыз керек. Ол үшін сөзжұмбақтың санын 3 есе арттырамыз. 3-ке 3-ті көбейтсек 9 болады. Ал енді сөзжұмбақтың есептен қаншаға кем екенін анықтау үшін есептің санынан сөзжұмбақ санын азайтамыз. 9 азайту 3 тең 6. Жауабы 6 сөзжұмбақ кем шешті. Ал енді екінші тапсырмаға қараймыз. Балалар 9 алмұрт ағашын және одан екеуі артық өрік ағаштарының түптерін әктеді. Балалар барлығы неше ағаштың түбін әктеді? Ал енді бірінші шартын құрып жазамыз. Алмұрт ағашы 9, өрік ағашы одан екеуі артық. Барлығы қанша ағаштың түбін әктеді? Шешуі, бірінші өрік ағашының санын анықтап алуымыз керек. Ол үшін алмұрт ағашына 2 ағашты қосамыз. 9 қосу 2 тең 11. Ал енді барлық ағаш санын анықтау үшін 9-ға 11-ді қосамыз. 9 қосу 11 тең 20. Жауабы 20 ағаштың түбін әктеді. Келесі үшінші тапсырмаға қараймыз. Асы 8 қапшықтың әр қайсысында 3 килограммнан ұн бар. Қапшықтарда барлығы неше килограмм ұн бар дейді. Балалар, бірінші шартын құрып жазып аламыз. Қапшық саны 8, әр қайсысында 3 килограммнан. Барлығы қанша килограмм екенін анықтау керек. Шешуі, ол үшін қапшық санын әр қапшықтағы килограмм санына көбейтеміз. 8 көбейту 3 тең 24 килограмм. Жауабы 24 килограмм ұн бар. Келесі тапсырмасы. Массасы 24 килограмм ұн 8 қапшыққа тең бөлініп салынды. Бір қапшыққа неше килограмм ұн салынды? Шартын құрастырамыз. Ұн 24 килограмм бөліп салынды 8 қапшыққа. Әр қапшықта қанша килограмм бар екенін анықтау керек. Шешуі, ол үшін массасын қапшық санына бөлеміз. 24 бөлінген 8 тең 3. Жауабы бір қапшыққа 3 килограмм ұн салынды. Келесі Б тапсырмасы. 24 килограмм ұнды 3 килограммнан қапшықтарға бөліп салу керек. Неше қапшық қажет? Шартын құрып жазамыз. Ұн 24 килограмм, бір қапшыққа 3 килограммнан. Қапшық санын анықтау керек. Шешуі, ол үшін массасын бір қапшықтағы килограмм санына бөлеміз. 24 бөлінген 3 тең 8. Жауабы 8 қапшық қажет. Келесі төртінші тапсырмаға қараймыз. Кітапта 64 бет бар. Айнұр 5 күн бойы күніне 7 беттен оқып отырды. Айнұр әлі кітаптың неше бетін оқуы керек? Шартын құрастырамыз. Оқыды 7 беттен 5 күн. Оқуы керек саны, бет саны белгісіз. Барлығы 64 бет. Шешуі, бірінші Айнұрдың оқыған бет санын анықтап аламыз. Ол үшін 7 беттен 5 күн оқыған, яғни 5-ті 7-ге көбейтеміз, тең 35. Ал енді қанша оқу керегін анықтау үшін барлық беттен оқыған бетін азайтамыз. 64 азайту 35 тең 29. Жауабы Айнұр әлі кітаптың 29 бетін оқуы керек. Келесі 5-ші тапсырмаға қараймыз. Сызба бойынша 5-ші тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр, оны шығар. Мына жерде 4-ші тапсырма деп берілуі керек, яғни жаңағы Айнұрдың оқыған
кітап бетіне байланысты есепке біз кері есеп құрастыруымыз керек. Сызбаға қараймыз. Сызбада 7 бет оқыған, қалған 29 бет. Қанша бет оқығандығы берілген, біз қанша күн оқығанын анықтауымыз керек. Шартын құрып жазамыз. Оқыды 7 беттен, қалды 29 бет. Барлығы 64 бет. Біз қанша күн оқығанын анықтауымыз керек. Шешуі: барлық беттен қалған бетін азайтамыз. 64 азайту 29 тең 35. Ал енді күніне 7 беттен оқығандықтан 35-ті 7-ге бөлеміз. Тең 5. Жауабы 5 күн оқыды. Келесі 6-шы тапсырмаға қараймыз. Теңдеулерді шеш. Бізде 3 теңдеу берілген. 8 бөлінген x тең 2. Мұндағы x белгісіз сан. Оны анықтау үшін 8-ді 2-ге бөлеміз. X тең 4-ге. Ал енді x-ті орнына қоямыз. 8 бөлінген 4 тең 2. 2 тең 2. Теңдеудің екі жағы да 2-ге тең. Келесі теңдеу: x бөлінген 8 тең 1. Мұндағы x белгісіз. Оны анықтау үшін 1-ді 8-ге көбейтеміз. X тең 8. Ал енді x-ті орнына қоямыз. 8 бөлінген 8 тең 1. 1 тең 1. Теңдеудің екі жағы да бірдей болып шықты. Келесі теңдеуге қараймыз. X қосу 300 тең 700 азайту 100. 700-ден 100-ді азайттып жазып аламыз. X қосу 300 тең 600 болады. Мұндағы x белгісіз. Оны анықтау үшін 600-ден 300-ді азайтамыз. X тең 300-ге. Ал енді x-ті орнына қоямыз. 300 қосу 300 тең 700 азайту 100. 600 тең 600. Теңдеудің екі жағы да бірдей болып шықты. Келесі 7-ші тапсырмаға қараймыз. Есепте. Бұл жерде амалдар берілген. Орындалу ретін анықтап, есептеп шығарамыз. 27 бөлу 3 қосу 14 бөлінген 2. Мұнда бірінші бөлу амалы, екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы орындалады. 27-ні 3-ге бөлсек 9, 14-ті 2-ге бөлсек 7 болады. 9-ға 7-ні қоссақ 16 болады. Келесі, бірінші жақша іші орындалады, екінші көбейту амалы, үшінші қосу амалы орындалады. 65-тен 56-ны азайтсақ 9 қалады. 9-ды 5-ге көбейтсек 45 болады. 45-ге 55-ті қоссақ 100 болады. Келесі, бірінші бөлу амалы орындалады, екінші көбейту амалы, үшінші азайту амалы орындалады. 60-ты 3-ге бөлсек 20 болады. 20-ны 4-ге көбейтеміз, 80 болады. Сонда 100-ден 80-ді азайтсақ 20 қалады. Келесі өрнек: бірінші көбейту амалы, екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы орындалады. 9-ды 5-ге көбейтсек 45 болады. 36-ны 4-ге бөлсек 9 болады. 45-ге 9-ды қоссақ 54 болады. Осылай есептеп шығарамыз. Келесі 8-ші тапсырмаға қараймыз. Диаграмманы пайдаланып, бос түркөздерге қалып қойған санды қой. Сұраққа жауап бер. Көктемгі демалыста Әмина белгісіз күн ата-әжесінің үйінде, 3 күн ағасының үйінде қонақта болды. Әлима неше күн қонақта болды? Балалар, диаграммаға қараймыз. Әлима 3 күн ағасының үйінде болыпты. Демек, мына сары түс үшеуі ағасының үйінде болған күндері. Ал енді мына жасыл түсте ата-әжесінің үйінде болған күндері. Енді осы жасыл түсті санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Демек, мына бос орында 6 саны тұрады екен. Демек, Әлима 6 күн ата-әжесінің үйінде болды. Енді бізге сұрақ: Әлима неше күн қонақта болды дейді. Балалар, шартын құрып жазамыз. Ата-әжесінің үйінде 6 күн, ағасының үйінде 3 күн. Барлығы қанша күн қонақта болғанын анықтауымыз керек. Шешуі: қонақта болған күндерін бір-біріне қосамыз. 6 қосу 3 тең 9. Жауабы: Әлима
9 күн қонақта болды. Келесі. Диаграмма бойынша өзің басқа сұрақтар қой. Балалар, диаграмма бойынша Әлима ағасының үйінде ата-әжесінің үйінен қанша күн кем болды деп сұрақ қойсақ болады. Келесі 9-шы тапсырмаға қараймыз. Айдар 5 жаста. Айдардың ағасының жасы одан 3 есе үлкен, ал әпкесі ағасынан 7 жас кіші. Айдардың әпкесі неше жаста? Ал енді шартын құрамыз, балалар. Айдардың өзі 5 жаста. Ағасы одан 3 есе үлкен, ал әпкесі ағасынан 7 жас кіші. Шешуі. Бірінші ағасының жасын анықтап аламыз. Ол үшін Айдардың жасын 3 есе арттырамыз. 5 көбейту 3 тең 15. Демек ағасы 15 жаста. Келесі, әпкесінің жасын анықтау үшін ағасының жасынан 7 жасты азайтамыз. 15 азайту 7 тең 8. Бұл әпкесінің жасы. Демек жауабы әпкесі 8 жаста. Келесі, 10-шы тапсырмаға қараймыз. Есепті шығар. Арман үйінен дүкенге дейін 5 минут жүреді. Егер ол дүкенге 2 рет барып келсе, жолына барлығы қанша уақыт жұмсайды дейді. Балалар, Арман үйінен дүкенге дейін 5 минут жұмсайды екен. Ал енді дүкенге барып келсе, 5 минуттан ол 10 минут жұмсайды. Ал енді ол 2 рет барып келетін болса, 10-ды 2-ге көбейтеміз, тең 20 минут. Жауабы барлығы 20 минут уақыт жұмсайды. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.